Тұрар Рысқұлов атындағы 202 мектептің қабырғасынан қанат қаққан түлектер арасында дәстүрлі футбол турнирі өтті. Биыл 9-шы мәрте ұйымдастырылған бұл бәсеке тек спорты жарыс қана емес, мектепке, ұстазға және өткен күндерге деген құрметтің символына айналды. Биылғы доданың тізгінін мектеп бітіргендеріне 20 жыл толған 1989 жылғы түлектер өз қолдарын алды. Ұйымдастырушылар мерейтойлық жылға орай жарыстың жоғары деңгейде өтуіне барын салды. Турнир тарихында алғаш рет ойындар жабық алаңда өткізілді. Жарыстың ең тебіреністі сәті мезгілсіз дүниеден өткен сыныптастар еске алу рәсімі болды. Турнир марқұм болған азаматтар Батыржан Маликов, Жандос Байрахметов, Асланбек Бекболат және Еркін Исқараевтың рухына бағышталды. Балаларымыздың есімін ұлықтап, осында игі шара ұйымдастырып жатқан түлектерге айтар алғысым шексіз деп ағына жарылды жарыстың ашылуына қатысқан ата-аналар. Бір күнге созылған аламан бәйгеде нағыз темірдей тәртіппен жойқын шабуыл жеңімпазын анықтады. Ақтық мәреде турнирдің 5 дүркін чемпионы, тәжірибелі жаңа ғасыр командасы мен асыл құрамасы кездесті. Тартысты ойында асыл аяқ допшылары қарсыластарына дес бермей фавориттерді тізе бүктірді. Биылғы кубокты асыл командасы қанжығасына байлап, турнирдің жаңа чемпионы атанды. Мектеп бітіргеніне 20 жыл толса да, түлектердің ауызбіршілігі мен спортқа деген құлшынысы кейінгі буынға үлгі боларлықтай. Тұрар Рысқұлов атындағы 222 мектеп түлектерінің арасында футболдан шағын футбол өтіп жатыр. Биыл 6-шы жыл қатарынан өтіп жатыр. Биыл бізге 1989 жылғы түлектерге осы кезек келді. Бірінші рет залда ұйымдастырып жатырмыз. Қысқы сезонда, осыған дейін жазда ұйымдастырып келді. Енді барлық командалар өте мықты, жақсы дайындалған, жақсы деңгейде өтіп жатыр. Командалардың бәріне сәттілік. Енді басқа да осындай мектептерден 253-ші мектеп және Комсомолдың мектебі осы 3 мектеп постоянно ұйымдастырады. Басқа да мектептерге жолдаймын осындай турнирді.